Кино басында Серікбол ағамыз бірақ туыстырамын деп барлық тоқтысуды жүреді. Және де олар былтырғы оқиғаға қарағанда сағат дұрыстап қараудың орнына жо олар қайттан шыңғырады және де қайттан кешігіп қалады. Әйтпесе кешікпесе кино бола ма? Тамызда алжығанын бір көрсетіп қояды осы жерде. Өйткені бәрі үйде шұбырып жүрсе, бір өз ванна қабылдап отырады осы шіркін. На көріністе Кевин ағасын ұрадында болады. Жо қателеспе, ол жай ғана ескерді. Ол баяғы жүргізушілер мүсінді суақ тоқтауды әлі қойған жоқ. Ал бір 2 минутта мүсін қайттан орнына түседі. Логика. Әкесі сөмкесін Кевинге беріп қояды, ал оны тек Флоридаға барғанда есіне түседі. Қойынды, Кевин Нью-Йоркта адасып кетсе, керек жағырағын өз алу керек қой. Былтыр Кевиннің адасып кеткенін шегімізге тиіп, бәрін Кевинге қарап жүреміз, оны қайттан тастап кетеміз. Кевин әкесін басқа біреумен шатастырып алады, және де оның қасында семья болмаса да ол сонымен кете береді. Оған күмән тудырмайтыны қызық. Кевин жүгіріп келе жатып билетті жоғалтып алады, және де оның балдардың былдырлау сөздеріне сеніп қалған оларға қызық. Енді билетсіз ұшатындарға күшті болды. Осы уақытта да бейтаныс адам бері қарамай тек ары қарап адамды қызықтырады. Ішінде мейрам күні бос орындығы болмайтын ұшақта бір уақытта Кевин үшін бос орындық болып қалады. Ой, бұл тұрғызу басталғанда балаларын түгелдемеген ата-анаға тағы да бір қошемет тұрамыз. Қайтеміз енді, бұл кино. Әуежайда жалғыз жүрген баланы ешкімде қызықтырмайды. Түсініксіз. Кевин қолап киіп отырады және секунд өтпей оны шешіп тастайды. Мейрам күні адамдар көп болу керек. Жо кино түсіріледі деп бәрін карантинге жауап тастапты. Қылмыскерлер жүк көлігінен есі көріп қоймау үшін тез түсіп кетудің орнына жо кино болмайды ғой олай. 2 сағат сөйлесіп отырады. Басында бұл кейіпкер қанішердің түрінде қарайды және түбінде ол екеуі дос болып кетеді. Лаза қонақ үйінде бассейн болмайды. Одан кейін суға бұлай түскенде шортиктен шешіліп кетуі мүмкін емес. Қасқа оның судың ішіне шортикпен кірді қой, әлде судың ішіне кіріп оны өзі шешті ма? Есі дұрыс адамның мынандай нәрсеге сену мүмкін емес. Ал фазада тұрған гүл біресе ұзарып, біресе кішірейіп ойнап отырады. Ғана көрген елді қайттан көру ықтималдығы 100%. Және де ескі теледидардың даусына адамдардың алданып қалуы менің ойымша түсінбейтін нәрсе. Және де қылмыскерлер Кевиннің артқы есікте шығатын палаш білді ме? Елде атақты қонақ үйдің қызметкерлері біреудің сөмкесін біреудің бөлмесін тіміскілейтін болған ба не? Енді қонақ үйдің ішінде қонақ үйдің президентімен кездеспейді. Кіммен кездесесің? Бұл да 100%. Егер Кевин даусын аппаратпен үлкейтетін болса, оның даусы алқыштардікіндей болар еді. Негізде баланың былдырлаған сөзіне сеніп қалу мүмкін емес нәрсе, бірақ бұл кино. Ама екі қылмыскер ұрлық жайлы кішкентай детский үйде емес, көшеде талқыласа болмайтын бе еді? Жо, ондай болса кино бола ма? Балаңыз қай қалада екенін айтқан кезде олар анасы ғана барып іздемейді. Жо. Общий отбасы болып бару керек. Штат жерге тістеңізде ол үйіліп тұрады ма? Жо, ол жай алады. Оған бәрі құлау керек қой. Білде қонақ үйде жұмыс істейтін кісі бұтын ашып отпайтын шығар құрсын. Құрсын өзінің қорқақ екенін көрсетіп қойды. Егер ол жалғыз болмаса неге қорқынышты шықты? Күзетшілердің бәрі ұйықтап қалған сияқты. Бағана циган көріп отқан кесе білде шатырда түнеді екен. Түп-түзу құбырдан мініп кету мүмкін емес нәрсе, ал бұл Кевинға дымда емес. Амна жерде кірпішті басына жастық қысап қарсы алу мүлдем сәйкестік емес. Есікті ашқан кезде біз жерді қарамаймыз, бірден жүреміз ғой. Негізінде доғырған адам аузын ашылмайды, оның денесі тырысып қалу керек. Басында қалпағы өртенсе не істеу керек? Қалпағын шешіп тастау, жо, басын кересін қатығу. Дым жоқ едім, фломастер сау алады, және де қағаз. Енді мына жерде кім ауыр, кім жеңіл? Қасқа. Оларға бір нәрсе қолдап келе жатса қашып кету жоқ, қате. Қарап тұру. Мынанша сыйлықты үйіне без звука кіргізу мүмкін емес. Енді сыйлық топтамасы бар, бірақ оған дымы жоқ адам құсап бару. Осымен видео аяқталды. Видеоны лайк басып тіркеліп қойыңыздар. Басқа солай ма?